Кайрылы күн достар. Бүгін сіздермен үй жағдайында дайындалатын чизбургердің рецептімен бөлісетін боламын. Дәмі дәл мейрамханадағыдай болып шығады. Ол үшін ең алдымен етімізді ет тартқыштан өткізіп аламыз. 20% майлы, қалған 80% етті болуы маңызды. Дүкеннен сатып алсаңыздар ондай болып шықпайды. Осы фаршымызға тұзымызды, бұршымызды қосып, араластырып аламыз. Араластырып болған соң, дәл видеодағыдай лақтырып, ыдысымызға нығыздап аламыз. Қазір пісірген мезгілде ыдырап кетпес үшін. Және де қолымызбен алып соққылап, осылай өлшеп алсаңыздар да болады. 130 граммнан салдым мен. Сіздер 120 граммнан алсаңыздар да жақсы болып, үлкен болып шығады. 1 кило 200 грамм фаршымыздан 9 дана котлет шықты. Дайын болған котлеттерімізді тамаққа арналған пленкаға орап, осылай видеодағыдай формасын келтіріп, 1-1,5 сағатқа тоңазытқышқа салып қоятын боламыз. Достар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ұнап жатырса, лайк басып, қолдап, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Осылай барлығын дайындап, тоңазытқышқа 1-1,5 сағатқа салып қоямыз. Ендігі кезекте булкиларымызды дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен жылы суымызға аштықы мен қантымызды салып, араластырып, көтерілгенше қойып қоятын боламыз. Ұнымызға жылы сүтімізді құйып, қасықтың көмегімен араластырамыз. Және оның үстіне сұйық май құямыз. Барлығын бірдей етіп араластырып алып, көтеріліп тұрған аштығымызды үстіне құйып, тұзын салып, қасықтың көмегімен барлығын араластырып аламыз. Араластырып болған соң, видеодағыдай қолымызбен қамыр илейміз. Және оның бетін жауып, 30 минутқа тұндырып қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше салмасын дайындап қоямыз. Салат жапырақтары, тұзды қияр, қызанақ, жуа, ірімшік. 30 минуттан соң қамырымыз көтеріліп дайын болғаннан кейін 2 бөлікке бөліп аламыз. Видеодағыдай ұн қосып, қамырымызды ұзыннан оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Екі қамырды да бірдей қылып, оқтаудың көмегімен жайып алыңыздар. Дайын болған қамырларымызды бірінің үстіне бірін төсеп, келтіріп аламыз да формасын және пиала касемізбен дөңгелетіп кесіп аламыз. Үстін баспаймыз. Осындай қалыңдығы, осындай видеодағыдай болуы қажет. Дайын болған булкиларымыздың бетін жауып, тұндырып қоямыз. 10 минуттай тұрса жеткілікті болады. Және осылай көтерілген булкиларымыздың үстіне жылы суды осылай жағып шығамыз видеодағыдай. Және үстіне кунжут себеміз. Кунжут болмаса да ештеме етпейді қыздар. Өте жұмсақ болып пісіп шығады булкиларымыз. Енді осыны 180 градуста пісіріп аламыз. Булкиларымыз дайын болғанша котлеттерімізді қуырып аламыз. Жай отта май құйып, табамызға котлеттерімізді саламыз. Екі жақ бетін 6-7 минуттай пісіріп алыңыздар. Және видеодағыдай пісіп-піспегенін тексеріп алыңыздар.
Мінекей булкиларымыз үлпілдек болып, күшті болып пісіп шықты. Енді осыны ортасынан бөліп аламыз. Және тағы да пешке осылай бөлінген күйінде ашып салып аламыз. Қытырлақ болуы үшін. Енді осы булкиларымыздың ішіне кетчуп пен майонезді араластырып, бір-бір қасықтан жағып шығасыздар. Кезекпен кезек салмасын салып шығамыз. Салат жапырақтары, қызанақ және ащы қиярымызды саламыз. Және котлетіміз дайын болған кезде үстіне ірімшікті салып, кішкене ерітіп аламыз да тарелкемізге түсіріп аламыз. Қонақтарыңызға ыссы күйінде ұсынсаңыздар, өте дәмді болып шығады. Мінекей дайын болды. Өте дәмді, тәбетті ашатындай. Және дәл мейрамханадағыдай болып шығады, қыздар. Жасап көріңіздер. Ас болсын баршаңызға.